Бүгінгі дәрісімізді бастаймыз. Бүгінгі екінші дәрісіміз педагогика адамның білім алу туралы ғылым тақырыбында. Жоспар. Педагогика ғылымының мәні мен тарихы, педагогиканың пәні, негізгі категориялары, педагогика ғылымының жүйесі, педагогиканың маңызы туралы сөз қозғаймыз. Педагогика адам тәрбиесі туралы ғылым. Ғылым педагогика 18 ғасырдың соңында пайда болды. Бұл кезеңде алғашқы ғылыми педагогикалық жұмыстар мен мектептер ашыла бастады. Каменскийдің мектептердегі сынып сабақ жүйесін негіздеді. Ол оқушылардың жүріс-тұрыс ережелерін жазып, тәрбие мен оқытудың әдістерін белгіледі. Каменскийдің ең ірі еңбегі ұлы дидактика деп аталады. Батыс еуропалық педагогтарда педагогиканың дамуына үлес қосты. Соның бірі Джон Лок, Жан-Жак Руссо, Йоганн Генрих Песталоцци, неміс педагогтары Гербард Дистерберг, орыс педагогтары Ушинский тәжірибе жинақтады. 19-20 ғасырларда эксперименталды педагогика пайда болды. Ғылым ретінде дамыды. Педагогика ғылым мен өнерді біріктіреді. Өйткені мұғалім тек білім беруші ғана емес, тәрбиеші, бағыттаушы және шығармашыл тұлға. Тәрбие тәжірибесі тарихи арқылы жетілдіреді. Әр кезеңде жаңартылады. Педагогика адамға жан мен тәнін дамытуға, өмірге бағыт беруге арналған ғылым. Бұл ғылым қоғам мен табиғат арасындағы өзара әрекет арқылы дамиды және жеке тұлғаны қалыптастыруға үлес қосады. Педагогика адамды дамытудың жүйелі ғылым саласы. Ол жеке тұлғаны тәрбиелеу мен білім берудің негізгі қағидаттарын зерттейді. Баланы өмірге жетектеу, оқыту, тәрбиелеу педагогиканың басты міндеті болып табылады. Педагогика процесс жан тәннің үйлесімді дамуына бағытталады. Ежелгі Грецияда педагог баланы мектепке жетектеп жүретін құл болған. Педагогика тәжірибе мен теорияны біріктіреді, яғни білім беру тәжірибесін ғылыми тұрғыда жүйелейді. Мұғалім түрлі рөлдерді атқарады: тәрбиеші, жолдас, дос, бағыттаушы. Оқытушының кәсіби және тұлғалық қасиетті маңызды рөл атқарады. Педагогикалық шығармашылық тәжірибе мен тәжірибеден алынған білім арқылы педагогика жеке тұлғаның әлеуетін ашуға бағытталған жүйелі іс-әрекеттер жиынтығы болып табылады. Қоғамның мәдени, моральдық, әлеуметтік дамуына үлес қосады. Педагогика тәжірибеден алынған әдістерді тарих арқылы жетілдіреді, әр кезеңге бейімдейді. Білім беру мен тәрбие процесі тек мектеппен шектелмейді, отбасы мен қоғамда да жүзеге асырылады. Педагогика ғылымының пәні. Педагогика пәні оқу тәрбие мекемелерінде жүзеге асыратын тәрбие беру қызметі. Негізгі міндеті білім мен тәрбие беру қызметін жүйелі түрде ұйымдастыру. Педагогика қолданбалы ғылым ретінде әрекет етеді және тәжірибеге бағытталған. Тәрбие жеке тұлғаны жан-жақты дамуына бағытталған процесс болса, оқыту білім, дағды мен қабілетті бойға сіңіру үдерісі оқушылардың дүниетанымын қалыптастырады. Білім беру оқыту мен тәрбиенің нәтижесі және жеке тұлғаның өмірде қолданатын тәжірибелік білімі болады. Педагогика пәні тәрбие, оқыту, білім беру сияқты негізгі категориялардан тұрады және қосымша категориясы даму және қалыптасу деп аталады. Тәрбие ұғымы. Тәрбие жеке тұлғаны қалыптастыруға бағытталған мақсатты және ұйымдасқан процесс. Әлеуметтік мәні аға ұрпақ тәжірибесін кейінгі ұрпаққа беру. Тәрбие тарихи сабақтастыққа негізделеді және әр қоғамда өзіндік ерекшеліктерге ие болады. Әлеуметтік формацияға байланысты тәрбиенің мақсаты, нысандалы әдістері өзгеріп отырады. Әр кезеңде, әр ғасырда өзіндік ата-ана тәрбиесін көрсетеді. Тәрбие беру арқылы адам бойына ізгі құндылық қасиеттерді қалыптастыру көзделеді. Тәрбиенің негізгі мәні оқыту мекемелерінде ұйымдастырылған іс-әрекеттер жиынтығы болып табылады. Бұл іс-әрекеттер оқушыларда моральдық, эстетикалық, интеллектуалдық және адамгершілік қасиеттерді қалыптастырады. Оқыту ұғымы. Бұл екінші категориямыз.
Оқыту оқушылардың білім қабілеті дағдыны игеру үдерісі. Оқыту жүйесі мақсатымен басқарылатын процесс ретінде жүзеге асырылады. Оқытудың негізгі білім қабілеті дағдысы. Оқыту жеке тұлғаның танымдық қабілетін дамытуға бағытталады. Оқыту арқылы оқушылардың дүниетанымы қалыптасады және ойлау дағдылары дамиды. Сын тұрғысынан ойлау, талдау қабілетін дамыту оқытудың басты міндеті болып табылады. Оқыту педагогикалық процестің негізгі құрамдас бөлігі болып табылады. Білім беру үшінші бұл категориямыз. Білім беру оқыту мен тәрбиенің нәтижесі болып табылады. Оқушылар алған білімді жүйелеу арқылы меңгеріп, оны өмірде қолдануға үйренеді. Білім беру жеке тұлғаның дамуына және қоғамның даму деңгейіне әсер етеді. Қоғамның зияткерлік мәдени капиталын қалыптастырады. Адамдардың білімін ұрпаққа жеткізеді. Білім беру оқу, өзін-өзі дамыту және тәжірибе жинау үдерісі ретінде ұйымдастырылады. Білім беру жеке тұлғаны қалыптастырудың, әлеуметтік бейімдеудің және кәсіби даярлықтың негізі болып табылады. Педагогика ғылымның жүйесі. Жалпы педагогика ұзақ уақыт бойы тәжірибе мен ғылым зерттеулерге арқылы дамыды. Сапалы жүйеге жинақтады. Жалпы алғанда педагогика тәжірибеге бағытталған ғылым ретінде педагогикалық тәжірибені әдістер, жүйелерді зерттейді. Педагогика ғылымның ішкі жүйесі қоғам мен басқа ғылымның дамуына байланысты кеңейіп, жаңа бағыттарды қамтиды. Жалпы педагогиканың негізгі салаларын атап айтатын болса, ең бірінші мектепке дейінгі педагогика, бастауыш педагогика, жоғары мектеп педагогикасы, әлеуметтік педагогика, этнопедагогика, жалпы педагогика, кәсіби педагогика, отбасы педагогикасы және арнайы педагогика бөлімі болып табылады. Арнайы педагогиканың өзі 4 бөлімнен тұрады. Логопедия, олигофрена педагогика, сордопедагогика және типлопедагогика болып бөлінеді. Педагогика пәні мен қызметі оқу тәрбие мекемелерінде жүзеге асатын тәрбие беру қызметі. Негізгі міндеті білім беру мен тәрбиелеу үдерісін ұйымдастыру. Тәрбие жеке тұлғаның жан-жақты дамуына бағытталған процесс. Тәрбие тарихи сабақтастыққа сүйене отырып, аға ұрпақ тәжірибесін кейінгі ұрпаққа жеткізеді. Тәрбие нысандары мен әдістері қоғамның даму деңгейіне сәйкес қалыптасады. Оқыту, білім беру қабілеті мен дағдыны бойға сіңіру үдерісі. Оқыту мен тәрбие өзара байланысып, толық білім беру үдерісін құрайды. Білім беру оқыту мен тәрбиенің нәтижесі жеке тұлғаның дамуына әсер етеді. Білім беру оқушылардың ойлау, шығармашылық қабілетін дамытады. Педагогика ғылымы адам дамуының барлық аспектілерін зерттейді. Тәрбие және оқыту категориялары қандай? Бірінші, тәрбие жеке тұлғаны қалыптастыруға бағытталған үдеріс. Екінші, ол тарихи сабақтастыққа сүйеніп, аға ұрпақ тәжірибесін кейінгі ұрпаққа жеткізеді. Үшінші, тәрбие нысандары мен әдістерін қоғамның даму деңгейіне сәйкес қалыптасады. Төртінші, әлеуметтік мәні адамгершілік, эстетикалық, құқықтық нормаларды беру. Бесінші, оқыту, білім беру қабілеті мен дағдыны бойға сіңіру үдерісі. Алтыншы, оқыту мен тәрбие өзара байланысып, толық білім беру процесін құрайды. Тәрбие мен оқыту категориялары. Тәрбие жеке тұлғаны қалыптастыруға бағытталған процесс. Әлеуметтік мәні аға ұрпақ тәжірибесін кейінгі ұрпаққа беру. Тәрбиелік іс-әрекет тарихи сабақтастыққа негізделеді. Әрбір қоғамдық формацияның өзіне тән тәрбие мақсаттары мен нысандары болады. Педагогика ғылымының негізгі категориялары. Педагогика ғылымының өзіндік ұғымдық ақпаратты қалыптастырады. Жаңа негізгі категорияларын сіздерге атап өтіп кеттім. Ол тәрбие, оқыту, білім беру және қосымша категориялар ол даму және қалыптасу болып табылады екен. Тәрбиенің әлеуметтік және педагогикалық мәні неде? Тәрбие адамзат қоғамының бірге пайда болған тарихи ұғым. Ол қоғам өмірінің ажырамас бөлігі болып табылады. Тәрбиенің әлеуметтік мәні аға ұрпақтың тәжірибесін кейінгі ұрпаққа беруде көрінеді. Адамзат баласы жинақтаған рухани және мәдени мұра тәрбие арқылы беріледі. Тәрбие қоғам дамуының тікелей әсер етеді. Қоғам дамыған сайын тәрбиенің мақсаты мен міндеттері өзгеріп отырады. Тәрбиенің бағыты өндірістік күштердің даму деңгейіне байланысты. Тәрбиенің пайда болуы, оның дамуы жалпы қоғаммен бірге етене араласып отырады.
Оқытудың мәні мен ерекшеліктері неде? Бұл екінші категориямыз. Оқыту педагогикалық процестің негізгі категорияларының бірі. Оқыту оқытушы мен оқушының мақсатты және ұйымдасқан өзара әрекеті болып табылады. Оқыту барысында білім, қабілет, дағдылар меңгеріледі. Оқыту оқушылардың дүниетанымын қалыптастыруға бағытталады. Оқыту педагогикалық басқару арқылы жүзеге асырылады. Оқыту нәтижесі білім беру сапасымен өлшенеді. Оқыту қоғам сұранысына сай ұйымдастырылады. Білім беру үшінші категориямыз. Білім беру оқыту мен тәрбиенің нәтижесі болып табылады. Білім беру жеке тұлғаның қалыптасуы мен дамуына әсер ететін болса, білім адамзат баласының жинақталған рухани мұрасы меңгеруге мүмкіндік береді. Білім беру қоғамның зияткерлік мәдени капиталын қалыптастырады. Білім беру ұрпақтан ұрпаққа тәжірибенің берілуін қамтамасыз етеді. Білім беру жалпы мәдениетті дамытуға бағытталған. Білім беру тұлғаның әлеуметтік бейімделуіне көмектеседі. Педагогика ғылымының түрлері жаңа айтып кеткендей, ұзақ жылдар бойы дамыды, жүйелі ғылымға айналды. Қазіргі педагогика тәрбие туралы ғылымдардың тұтас жүйесі болып табылады. Негізгі базалық пән жалпы педагогика болып саналады. Жалпы педагогика жаңа айтып кеттік, соның ішіндегі бастауыш және мектепке дейінгі педагогика. Педагогиканың 4 бөлімнен тұрады. Бірінші жалпы негіздері деп аталады, екінші тәрбие жүйесінің әдістемесі деп аталады, үшінші дидактика, төртінші мектеп тану, мектеп жұмысын мен таныстыру болып табылады. Арнайы әлеуметтік педагогика. Жалпы педагогиканың бұл да негізгі бір саласы. Педагогика ғылымының құрамында арнайы салалары бар. Әлеуметтік педагогика әлеуметтік ортада тәрбиені зерттейді. Ол көмекке зәру тәуекел топтармен жұмыс істеуге бағытталған. Әлеуметтік педагогика жалпы маскүнемге, наркомандар, қылмысқа бейім балалармен жұмыс жүргізеді. Және жалпы өзінің ерекше білімді қажет ететін балалармен жұмыс істеуге бұл арнайы педагогиканың тегісер әсері өте көп деп айтсамыз болады. Жаңа тіл кеміс балалармен жұмыс істейді, ақыл есі кеміс балалармен, саңырау балалармен, былғау балалармен, оған оқу тәрбие процесін үйрететін арнайы педагогика болып табылады. Педагогика басқа ғылымдармен байланысады. Жалпы бір ғылым өз алдына бір ғылым болып дамымайды, ол жан-жақты ғылымдармен байланысты. Тығыз байланысатын ғылымы бұл бізде психология. Екеуінің де зерттейтін объектісі ол адам болып табылады. Екінші философия педагогиканың әдіснамалық негізін құрайды. Әлеуметтану тұлғаның әлеуметтік ортада қалыптасуын түсіндіреді. Этика мен эстетика адамгершілік көркемдік тәрбиенің негізін қалайды. Экономика білім беруге әсер ететін өндірістік процестерді зерттейді. Физиология адамның ағзасы мен жүйке жүйесінің дамуын түсіндіреді. Және кибернетика педагогикалық жүйелерді басқару мәселелерін қарастырады. Педагогиканың жалпы маңызы адам тәрбиесі туралы ол қоғам мен жеке тұлғаның дамуын тікелей ықпал етеді. Педагогикалық білім адамның жан-жақты дамуына жағдай жасайды, ойлау қабілетін жетілдіреді. Педагогикалық қызметтің тиімділігін жастардың тұлғалық, шығармашылық, әлеуметтік дамуына әсер етеді. Педагогика тек білім беру саласы ғана емес, сонымен бірге қоғамның моральдық, рухани дамуының негізі болып табылады. Жалпы алғанда, педагогика адам тәрбиесі туралы ғылым. Қоғам мен баланың дамуына бағытталған. Тәрбие, оқыту мен білім беру педагогиканың негізгі категориялар болатын болса, тәрбие тарихи сабақтастыққа сүйене тұрып, жеке тұлғаны қалыптастырады. Оқыту, білім, қабілет, дағдыны бойға сіңіру үдерісі тәрбиемен байланысады. Білім беру, оқыту мен тәрбиенің нәтижесі жеке тұлғаның және қоғамның дамуына ықпал етеді. Мұғалім педагогикалық процесі қатысушы. Қоғам ұрпақ үшін үлгі заманауи педагогикада мұғалімнің кәсіби және тұлғалық дамуы басты талап болып саналады. Сапалы білім мен тәрбие қоғамның интеллектуалды, мәдени, моральдық капиталын қалыптастырады. Педагогикалық қызметке тек кәсіби міндет емес, сонымен бірге қоғамның болашағы қалыптастырушы процесс болып табылады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.